Микрофон жеткізейік. Айсұлу, сабырмен, ақылмен шешуге тырысайық. Я Балауса ханым, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Енді осылай агрессия болып кеткеніне ше. Сол? Мен қазір айтып жатырмын. Сіз де Заринаның тарапына артық кеттіңіз. Және де Зарина да сіздің тарапыңызға артық кетті. Екеуіңіз де ауыр сөздер айттыңыздар. Бір-бірлеріңізден кешірім сұраңыздар. Студияда, эфирде кешірім сұраңыздар. Егер де екеуіміз де бірге дәл осы студияда отырамыз десеңіздер, кешірім сұраңыздар. Немесе екеуіңіз бірдей жобадан кетесіздер. Маған бұл дүниенің қайталанғаны қажет емес. Өте дұрыс айтасыз, Балауса ханым. Және де бұл жерде сіздердің ситуацияларыңыз тең болып тұр. Екеуіңізден де ауыр сөздер айтылды. Мен әділетсіздік жек көрем. Сондықтан да жаңа айтылғанда Зарина шықпай қалды. Естімей қалыпты. Дәл қазір сұрап тұрмын екеуіңізден. Ақылды қызсыздар ғой? Зарина. Айсұлу. Мен Заринаның бірінші айтқан сөзіне енді кешірім сұраймын деп ойламаймын. Если Зарина кешірім сұраса, кешірім принимать етсем. А если сұрамаса, енді мен не үшін кешірім сұраймын? Керек еді. Мен араласпауым керек. Бірінші қателігім. Сізді естімей қалдым, сізден де кешірім сұраймын. Бірақ Айсұлуға айтқым келеді. Айып етпе, сенің жасаған қателіктеріңді бетіңе басып қалғаным үшін айып етпе деймін. Ал одан кейін сен де менің тарапыма жекеме өтпейсің деп ойлаймын. Білмеймін, бұл кешірім болды ма, әлде провокацияға шақыру болды ма? Жоқ, Балауса ханым, провокацияға шақыру емес. Мен жай конфликтқа шақырғым келіп тұрған жоқ, тез аяқталсын деп тұрмын. Жасап жүрген істеріңді бетіме басқан үшін кешірім сұраймын деген, менің ойымша, сен лайықтысың ғой сол сөзге деген әңгіме сияқты. Сол үшін ғана айып етпе дегендей. Жалпы екеуіңіздің тарапыңыздан да айтылған ауыр сөздер әркім өзі білет не істесе де. Зарина, сізге айтылған ауыр сөз бар ғой, ол сіздің өмірлік ұстанымыңыз. Өзіңіз білесіз. Оған шешетін адам Айсұлу емес ол. Дәл сол секілді Айсұлудың не істейтінін, қандай өмір салты болатынын сіз шешпейсіз. Әрқайсыңыз өзіңіз білесіздер, сондықтан да мен жай ғана айтып отырмын. Ел алдында кешірім сұраңыздар, дәл өз ауыздарыңыздан шыққан ауыр сөз үшін. Кімнің не істегені маған қызық емес. Енді Зарина тараптан да, мен тараптан да бәлкім артық кеткен шығар, енді мына пікір талас уақытында енді. Артық кеткен шығар емес. Екеуміз де артық кетіп тұрмыз ғой енді. Артық кетіп тұрмыз. Және де енді ондай болып тұрады, енді жарайды, мен де кешіремін, мен де Заринадан кешірім сұраймын. Артық кетсем. Зарина, кешіресіз ба? Мен ренжіген жоқпын десем де болады. Просто кешірім сұрауға мен де басында намысым жібермей тұрды. Себебі менің ең қатты ұстанатын нәрсеме тиді ғой, сол себепті болды да. Иә, кешірдік. Қазір бірақ бәрі орнына түсті ғой. Былай айтқанда, Балауса ханым, мен қатты ашуланғанда жоқпын. Айсұлудың тарапынан қатты агрессия болды негізі. Сол үшін білмеймін, мен өзіме жауап бере аламын. Жалпы құрметті көрермен, бұл қорқыту емес, басқа емес. Шын мәнісінде мен де жобамен қоштасқандары дұрыс деп санап тұрғанмын. Және де кешірім сұралмаса, бұндай сөздер айтыла беретін болса, не керегі бар? Бұл жерде отырып, бәріміз бірге сыйымызды кетіріп, не керегі бар деген оймен айтылды. Қай-қайсыңызға да ескерту. Екінші, олай жеке бастарыңызға